Сухайб ибн Синан деген сахаба. Сол сахаба анау Парсыдан Римге сатылған, Римнен құлдықтан қашып шығып Меккеге келген ғой. Сол пайғамбарымыздың сол жерден шығатынын білген да. Ана Римдегі нелерден естіген, Византиядағы поптардан. Келіп пәленбай жыл күткен, сол жерде жаңағы сауда істеген, аяққа тұрған, күшейген, жаңағыдай жан-жағына дәулетін жинаған. Алланың қалауымен тарихта ұлы оқиға бар ғой, хижрет деген. Пайғамбарымыздың 53 жасында Меккеден Мәдинаға қарай көшуі. Ақ пен қараның ажыратылған сәті. Сол кезде мысалы сол жерін жазып жаттым да, sonra жаңағы Сухайб ибн Синанға келдім. Соның хижреті деген бап бар. Сол жерге келген кезде Сухайб ибн Синан Меккеден атып шығады ғой. Хижрет етуге шыққан кезде артынан қаумалаған мүш. Ей Сухайб, біз сені оңай жібере қояды деп ойлайсың ба дейді. Сен тымсыз келіп дейді, тыр жалаңаш келіп, бүкіл байлықты алып алып, енді кетіп бара жатсың ба Мәдинаға дейді. Сонда Сухайб айтады, сендерді қинап атқан нәрсе менің дәулетім ба дейді. Мен ақшама сендерге керегі? Ойбай, сол керек болып тұр ғой бізге дейді. Сен ұстап қалғанмен не пайда бізге дейді. Бәрібір кетіп атсыңдар ғой сендер Мәдинаға. Сондықтан бізге керегі сенің дәулетің болып тұр ғой. Енді едәуір ақша жиналған кәдімгідей анада. Үйі бар, несі бар. Сонда айтады ғой, егер де сендерді қиналтып тұрған нәрсе дүние болса дейді, бұл дүние Алла мен оның елшісінің жолында құрбан дейді да. Сөйтеді де, сол дүниенің барлығын сендер ала қойыңдар, мен бір нәрсесіне тиіскен жоқпын дейді. Аналар қуанатта кетеді, мынау Мәдинаға қарай кетеді. Сөйтіп Мәдинаға келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға оқиғаны айтқан кезде Рабиха Сухайб деп айтады да. Сухайб ибн Синан ең ұлы сауданы жасады дейді. 3 рет айтқан дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 рет айтуы бар ғой. Бізде шариғатта бір нәрсенің 3 рет немесе көп рет қайталануы бұл ол нәрсенің өте маңыздылығын көрсетеді. Ана Кафирун сүресінде айта береді ғой. Кәпірлерге айтты, олар сен табынғанға біз табынбаймыз деген. Сол сияқты бұл өте күшейтпелі нәрсе да, маңызды нәрсе. Сонда 3 рет айтты дейді ғой, сөйтті де Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға аяттар түсірді дейді. Сондай бір адамдар бар дейді. Алла және оның елшісінің жолында шыбын жанын саудаға қояды дейді. Бүкіл жиған терген барлығын сол жер жазып атқан кезде деген көзден парша-парша жас кетті да. Енді бұл ондай оқиға көп анан не қылып жатсақ, мысалға тағы бір оқиға бар, ол Алла елшісінің дүниеден өтуі. Ең қатты адамның жүрегі андай көтере алмайды. Ауыр не да? Кәдімгідей жақсы көретін жан, кәдімгі бүкіл өміріңді соған арнаған, мал мүлкіңнен, өзіңнен қатты жақсы көретін кісі өмірден өтіп жатыр, сенен ажырап кетіп жатыр, соның барлығын. Бұл енді сираны ашсақ сондай оқиғалар көп, бірақ ең ауыры жаңағы ғой Алла елшісінің дүниеден өтуі. Бірақ кешегі соңғы жазып жатқан кезімде мына оқиға маған қатты әсер етті ше. Егер де Сухайбтың орнында болсам, мен болсам мысалға да, мен соны істей аламын ба, істей алмаймын ба деген ой келді ана жерде. Сөйтіп өзімді саралап көрдім, қазір мен Алла және оның елшісінің жолында істей аламын ба, осы нәрсені бүкіл мал дүниемді мен бере аламын ба деген кезде екіленіп қалдым ше. Значит, мен жаңа сіз айтып жатқандай сол жерде болсам не істер едіңіз? Мен болмай қойған дұрыс болған екен сияқты ше. Мен лайық емес екенмін ол жерге. Ол жерге лайық болсам, мен сол кезде Алла Тағала шығару керек. Сол кезде қатысар едім дейсіз. Иә. Сондықтан енді Алла елшісінің өміріндегі әрбір сәт бізге әсерлі. Бірақ ең ауыры бұл Алла елшісінің дүниеден өту. Ең қиын нәрсе. Саллаллаху алейхи вассалам. Рахмет сіздерге. Иә. Телехикаяның жаңағы болмашы. Иә, әшейін телехикая. Сценарийге де жылап жатады. Беребан мен Қынал қарға да жылап қалып жатады ғой адамдар. Оның қасында Алла елшісі деген. Шынайы. Иә, ұстаз, көп-көп рахмет. Осылай уақытыңызды бөліп біздің арнаға келіп осындай арнайы сұхбат бергеніңізге, осы дін жолы